Қайырлы күн, достар. Бүгін дәмі тіл үйіретін фарш пен картоптан дәмді кешкі ас дайындайтын боламыз. Әуелі фаршты алып, тұз, қарабұрыш сеуіп, араластырып, басын біріктіріп илейміз. Содан соң ұсақтап, төрт бұрыштап туралған пиязды қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен нанның ұнтағын саламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Барлығын араластырамыз. Осы кезде алдын ала пісірілген картопты алып, арнайы құралмен пюре жасап езіп аламыз. Сырды, қаймақты қосамыз, араластырамыз. Арнайы пленкаға саламыз. Кеселерді алып, фаршты бөліктерге бөліп, кесеге салып шығамыз. Фаршты кесенің айналасына жайып шығамыз. Содан соң кеседегі фарштың ортасына пюрені саламыз. Бетіне қызанақты дөңгелектеп кесіп қоямыз. 180 градус ыстықта духовкада 30 минуттай пісіріп аламыз. Селдерей жапырағын, салат жапырағын қызанақты ұсақтап турап, зәйтүн майын қосып араластырамыз. Тарелкаға кесесімен дайын тұрған тағамды жанына салат салып, дастарханға ұсынамыз. Міне достар, дәмі тіл үйіретін фарш пен картоптан дәмді кешкі ас дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.